Сәлем достар. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең қымбат фотосуреттердің тізімін ұсынамыз. Ол фотосуреттер несімен құнды? Күнделікті көріп жүрген миллиондаған селфи мен жануарлардың, адамдардың суреттерінен айырмашылығы қандай? Ол фотосуреттерді сондай жоғары деңгейде бағалаудың себебі қандай? Ендеше назарларыңызға әлемдегі ең қымбат фотосуреттерді ұсынамыз. 1999 жылы Питер Ли түсірген фотосуреттің атауы Phantom. Оның құны $6,5 миллион. Бұл бүгінгі таңдағы әлемдегі ең қымбат фотосурет. Питер Ли мұны Аризона штатындағы Антилопа шатқалында фотоға түсірген. Бұл фотосурет ғаламтор желісін шарлап кеткелі қай заман. Авторы Андреас Гурский есімді неміс азаматы. 1999 жылы түсірілген суреттің атауы Рейн 2. Фотосуреттің құны $4,338,000. Гурский атақты фотосуретші. Оның топтамасында $1 миллион сатылған бірнеше суреті бар. Суретте бөгеттер арасындағы немістің Рейн өзенінің жаңбырлы күнгі бейнесі, бірінші нұсқасында электростанция, өтіп бара жатқан адамдар, ит болған. Автор оның бәрін фотошоппен алып тастаған. Бұл Рейн топтамасындағы суреттердің бірі ғана. Американың әдеттен тыс ерекше фотосуретшісі Сэнди Шерманның бұл жұмысы қойылымның сурет түрінде түсірілген. Автордың қымбатқа бағаланып кең таралған суреті 1981 жылы түсірілген. Атауы номері 96. Фотосуретті $3,890,000 сатқан. Британдық суретшілер Гилберт Прош пен Джордж Пасмер перформанс сурет жанрында жұмыс жасаған. Коллаждарында әр адам суретші, әрі оның өмірі өнер туындысы деген мағынаны білдіретін болашақтың әлеуметтік бейнесін көрсетуге тырысқан.